Ассалаумағалейкум ардақты Қазақ Стайл командасының жанкүйерлері. Бүгін сіздерге Жәнібек Әлімханұлының отандық басылымдарға берген сұхбаттарынан үзінді ұсынамыз. Қазақ Стайл Forbes журналына берген сұхбатында чемпиондарға қаншалықты дайынсыз деген сұраққа былай жауап берді. Мен 100% дайынмын. Әркім өз деңгейін, өз шамасын жақсы біледі. Мен қазір кәсіпқой бокс мансабының өте шыңдалған деңгейіндемін. Жасым 28-де, Құдайға шүкір денсаулығым жақсы, жарақат жоқ. Өз салмағымның кез келген чемпион ұруға, белбеуін тартып алуға шамам толық жетеді. Күніне 2 мезгіл 6 сағат жаттығу залындамын. Әртүрлі спарринг қарсыластармен жұдырықтасып, мамандармен ақылдасып, мықтылармен кеңесіп дайындық жасап жүрмін. Маған Америкада қыдыру деген қызық емес. Менің бар ойым чемпиондық белбеу. Соған қол жеткізбейінше тоқтамайым. Канело, оған қарсы менде ондаған айла тәсіл бар. Шыңдап дайындап қойғам. Чарло. Оның деревянченкомен жұдырықтасқанын көргендер 10-шы раундта шаршап қалғанын да көрді. Андраде ашық бокстасады, жақтарын ашық ұстайды, қарсы соққыға оңай түседі. Мен жай 1-2 мысал ғана келтіріп отырмын. Барлық чемпионға тактикалық тұрғыдан дайынбыз. Залда құр тер шығарып энергиямды таусып жүрген жоқпын. Күн сайын чемпиондарға дайындалам, дейді Жәнібек. Сондай-ақ журналистің Жәнібек, сіздің рингтегі іс-қимылыңыз да, сөйлеуіңіз де, сұхбатыңыз да басқа боксшыларға ұқсамайды. Сіздің шетелдік басылымдарға берген сұхбатыңызды оқып жүрміз. Әлеуметтік желідегі жазбаларыңызды да қараймыз. Жұдырықтасуыңыз қазақ стилі, ал сөйлеу мәнеріңіз америкалық стильге көбірек келеді. ақш сізді өзгертті ме, әлде өзгеру керек болды ма деген сұрағына. Бізде қазаққа тән ұяңдық, ұялшақтық бар. Оны көрсететін жер болады. Ал Америкада кәсіпқой бокста жүрген соң барынша осы жақтың толқынында болуың керек. Бұл саланың жазылмаған өз заңы мен ережесі бар. Шапқан соң шаңғытып шапқанға, ұшқан соң биікке самғағанға не жетсін? Мен жай ғана әлем чемпионы болғым келмейді. Мен атақты әлем чемпионы болғым келеді. Сен сөйлемесең, айтпасаң, сен туралы жанкүйерлер қайдан біледі? Үндемей жүріп те тірлік жасауға болады, бірақ маған бұл жол қызық емес. Мен кәсіпқой боксшымын. Мен жекпе-жекке шығатын жауынгермін. Мен қарсыласымды ұрам, құлатам. Осындай салада жүріп тым жұмсақ сөйлеген жараспас. Қазаққа тән жауынгерлік мінезді, ұлттық рухты көрсету керек деп есептеймін. Ешкімнің жеке басына қатысты ауыр сөз айтқан емеспін, айтпаймын да. Әрине, қарапайымдылық, кішіпейілділік мен үшін әрдайым бірінші орында. Достарым, ағайын, туысым, көршілерім менің қандай екенімді өте жақсы біледі деп жауап берді Қазақ Стайл. Біз Жәнібектің атақты чемпион Джеймс Тонимен жақсы дос екенін білеміз. Әлеуметтік желілерде бірге түскен фотолар мен видеолары көп. Журналист осы туралы да сұрай кетіпті. Жәнібек, сізді әйгілі Джеймс Тонимен бірге көріп тұрамыз. Атаңызға айналған боксшымен қандай байланыстарыңыз бар? Командаға қатысы бар ма? Оның сіз туралы пікірі мен сізге деген сенімі қандай? Джеймс Тонимен бір залда жаттығамыз. Ол қазір бапкерлік қызметте. Өзінің боксшылары бар. Таныса салып жақын араласып кеттік. Менің бокстасу мәнерімді жақсы көреді. Спаррингтерімді көргенді ұнатады. Үнемі сен болашақ чемпионсың деп қанаттандырып жүреді. Әйгілі чемпионнан, аңыз боксшыдан мұндай қолдау сөз есту мен үшін үлкен мәртебе. Залға журналистер келсе де біз туралы жақсы пікірлерін айтып, бізді жігерлендіріп жүреді. Өткенде ғана Жәнібек Канелоны құлатады, мен Жәнібек пен Чарлоның жекпе-жегін көргім келеді. Сол қызық болады деген сөзін де естідіңіздер. Бұл пікір америкалық жанкүйерлердің де қызу талқысына түсті. Мұндай кісілердің қолдауы біздің әлемге ертерек танылуымызға, қазақ стилін одан сайын танымал етуге жақсы мүмкіндік деп сөзін түйіндеді Қазақ Стайл. Жәнібектің жарқын мәлімдемесі, оның өнері жанкүйерлерге қатты ұнайды. Тек қазақстандық емес, америкалық жанкүйерлер де қазір Қазақ Стайлдың әр жекпе-жегін асыға күтіп жүреді. Бір қазақтың батыры әлемді шулатып, ел мерейін асқақтатса, және де өзі айтқандай тек чемпион емес, танымал чемпион болса, біз үшін қуаныш, нұр үстіне нұр. Командаға тек сәттілік тілейміз.